Сәлем достар, стористі әдемі құттықтаудың ең тегін және тиімді жолымен көрсетемін. Ол үшін ең бірінші сторисқа кіріп, фильтрдегі ең соңғы лупаға әкелгенде осындай поиск бөлімі шығады. Соған жазамыз. Оған кодек деп жазсақ, кодек фрейм деген шығады. Міне, екінші тұрған, соны фильтрімізге сақтап аламыз. Менде сақталынған, қайтадан сақтап көрсетейін сіздерге. Мына жалаушаны басамыз. Сосын қайтадан кіреміз сторисімізге. Сториске кіргеннен кейін мына төрт бөлікке бөлінген, рамкаға бөлінген қарап аламыз, таңдап аламыз. Төрт фотоны осылай қойып аламыз, галочканы басамыз да фильтрдегі манағы кодек дегенге қойып аламыз. Манағы сохранить етіп алған фильтрдегі. Енді ең алдына бір фото қою керек болады. Ол үшін ең соңғы шрифтке барып точка қоямыз да пробелдар қоямыз және осылай оны үлкейтіп аламыз. Сосын бұның бетіне бір фото қоямыз. Ол фотоның үстінен басып қалғанда әртүрлі пішінге енеді. Домалақ, бізге осы пішін жарайды. Осыны қоямыз да астына әдемі етіп туылған күніңмен деп жазуға болады. Соны жазамыз. Мен туған күніңмен деп айтқанды ұнатпаймын. Туылған күніңмен деген сол дұрысырақ. Таза қазақша. Ең соңында стикер жүрекше қойып жіберсек әдемі болады. Және бұл жазудың шрифтлерін өзгертеміз және түсін өзгертуге де болады. Прямо стористен жасалынатын зат барлығы да. Орналастырып, әдемі ән таңдауымызға да болады. Бір ән қоя салайық, таңдаған. Тоже қазақша ән қойайық. Бір әнді осылай қоямыз. Болды. Әдемі сторисіміз дайын.